Ассалаумағалейкум армысыздар, құрметті қазақ елі. Ермек Албан, қазақтың биі. Мына үндеуімді қазақты билеп басқарып отқан аға бауырларыма жолдап отырмын. Атын ақиқат деп айтамын. Көбіңіз енді ұмытып кеткен шығарсыздар, мүмкін білмейтін шығарсыздар. Бірақ ақиқат жалғыз, ақиқаттың артында Құдай тұрады. Бірінші ақиқат ол жаратушы ием Алла, Тәңірім, Құдай, Бог дейміз, бар. Ол ақиқат. О дүние, тозақ, жұмақ, періштелер, әруақтар әлемі, оның бәрі бар. Ол ақиқат. Бұл дүниеге адам уақытша келеді. Бұл өмірге туғаннан кейін, бұл өмірден бәріміз өтіп, о дүниеге барамыз. Соны қайтыс болды дейді. Ол ақиқат. Ал енді өздеріңіз ойлап қараңыздар. Бұл дүниеге жаратушы ием Алла бізді жібергеннен кейін бізге бәрін уақытша жалға береді. Ол денемізді біздің уақытша жалға береді. Отбасымыз, байлығымыз, билігіміз, бүткіл осы дүниеде көріп, қолданып жүрген нәрселеріміздің бәрі ол уақытша жалға береді. Және де оны о дүниеге еш нәрсені алып кете алмаймыз. Денеміз жер-анаға барады, біздің рухымыз мәңгі, рухымыз сол о дүниеге, әруақтар әлеміне жаратушы ием Алланың алдына барып, істеген іс-әрекеттерімізге, сөздерімізге бәріне жауап береміз. Ол ақиқат. Ал енді өздеріңіз ойлап қараңыздар. Судың да сұрауы болады дейді. Салыстырма түрлерінде сіздерге айтып түсіндіріп берейін өмірдің қалай екенін. Бұл өмір үлкен бір торговый домды елестетіңіздер. Енді Алматы қаласында мега дейік. Сіз мегаға кірдіңіз, осы дүниеге кірдіңіз. Және де кіргеннен кейін ол жерде бәрі сіздерге беріледі. Қалаған киіміңізді киесіздер, қалаған тамақтарыңызды жейсіздер, қалаған қыздарыңызбен, қалаған жігітпен жүресіздер. Бәрі беріледі. Бәрі беріледі де, бәрін қолданасыздар, бірақ уақыты келеді. Уақыты келгеннен кейін сол шыға берісте касса тұрады. Сол кассада бүткіл ішкен жегендеріңізді, қолданған нәрселеріңіздің бәріне төлейтін боласыздар. Ол ақиқат. Мына қазақты басқарып отқан аға бауырлар, сіздердің мына жасап отқан, істеп отқан іс-әрекеттеріңізге қарап отырып, сіздер мәңгі өмір сүретіндей өмір сүріп бастыңыздар. Және де о дүниеге мына жиған тергендеріңізді, халықтан тонағандарыңыздың бәрін о дүниеге алып кететіндей солай өмір сүріп бастыңыздар. Енді о дүниеге барғаннан кейін оның бәріне сұрақ жауап болады. Және де 30 жыл бойы қазақты тонап, қазақтың несібесін жеп, қазақтың берген Алла тағала берген уақытын ұрлап, осы күйге жеткіздіңіздер. Оның бәріне сұрақ жауап болады. Ол ақиқат. 30 жылдың ішінде үлкен бай жермен де бүткіл жер асты үсті байлыққа толған қазақтың жерін талан-таражға салып, сататын сатып, алатын алып, одан осыдан қазақтан ұрлаған байлықтарыңызды шетелге тығып, осы күнге шейін жеттіңіздер. Енді сіздер тереңірек жақсылап ойлап қарасаңыздар, бәріңіз біраз жасқа келіп қалыңыздар. Ешкім мәңгі өмір сүрмейді, бұл өмірде бәрі уақытша. Және де бір аяқтарыңызбен көрде тұрсыздар. Ертең күні ата бабаларымыздың алдына барған кезде қалай жауап бересіздер? Соны ойландыңыздар ма?
қанша ғасыр бойы осы қазақтың жерін қорғап, еңбек терін төгіп, өз өмірлерін қиып, осы жерді аманатпен бізге тастап кетті. Қазақ халқына тастап кетті. Ешкімнің ата бабасы, ешқайсы билікте отырған аға бауырларымызға довереноспен қазақтың байлығын иемденсін, қазақтың байлығын жесін деп ешкімге тастаған жоқ. Және де бәріңіз ертең о дүниеде ата бабаларымыздың алдына барған кезде қалай жауап бересіздер? Не деп жауап бересіздер? Және де ертеңгі күні жаратушы ием Алланың алдына барған кезде халықтың несібесін жеген билік басындағы отырған адамдар түгел жауапқа тартыласыздар. Ұрлаған, тонаған жегендеріңіздің бәрін мәңгі бақи жазаларыңызды о дүниеде тозақта өткізесіздер. Ол ақиқат. Мына 30 жылдың ішінде қазақ халқы, қазағым тентіреп шетелге қашты. Ақиқат айтқандардың бәрі қамалды, атылды. Көрмегені жоқ қазақтың. Мықты қазақтар шетелге кетті. Кәсіпкер қазақтардың бизнестерінің бәрі тартып алынды. Бар байлықты сол санаулы бір, мүмкін бір 200-500 мың адамның төңірегінде бүткіл қазақтың байлығын, несібесін көріп жеп отырсыздар. Ал енді өздеріңіз ойлап қараңыздар. Халық деген Құдайдың есімі. Халық. Ал сол халықты тонаған адамдар ол Құдайды тонағанмен тепе-тең. Сонда өздеріңіз ойлаңыздар, сіздер Құдайдың берген несібесін жеп, тонап, шетелге тығып, өз туған туысқандарыңызды байытып, о дүниеге сол тонаған Құдайдың алдына барасыздар. Сол кезде не деп жауап бересіздер? Соны ойландыңыздар ма? Тақ пен табыттың иесі жоқ дейді, бәрі уақытша. Сіздердің алдарыңызда миллион адам келіп, бұл дүниеге миллиардтаған адам келіп, миллиардтаған адам кеткен сіздердің алдарыңызда. Әлемді шырқыратып, билеп, басқарып отқан патшалар, хандар да кеткен. О дүниеге ешқайсы еш нәрсе алып кеткен жоқ. Және де о дүниеде бұл дүниенің байлығы ешқандай керексіз, бәрі осы дүниеде қалады. Және де сіздер қылмыс жасап 5 уақыт намазымды оқып құтылып кетемін деп ойламаңыздар. Және де мешіттер салып құтыламын деп те ойламаңыздар. Бәріне жауап бересіздер. Ол күнде алыс емес. Бәріңіз біраз жасқа келіп қалдыңыздар. Сол үшін о дүниеге барған кезде осы дүниеде жасаған күнәларыңыз үшін сіздер мәңгі бақи жауап бересіздер. Және де о дүниеде жүріп, осы дүниедегі істеген күнәларыңыз үшін сіздер еш нәрсе өзгерте алмайсыздар. Ол ақиқат. Сол үшін әрқайсыңызға айтарым, әрқайсыңызға билік басында отырған азаматтарға айтарым. Әлем билейтін кландар бар, мықты ақшасы бар кландар бар. Олар бәрі адам баласы, және де олар мәңгі емес, олар да осы дүниеге келгеннен кейін олар да кетеді. Және де бұл қазір әлемді басқарып отқан ақша. Сіздер сол ақшаның құлы болып отырсыздар. Ақша үшін қазақтың байлығын сатып, қазақтың несібесін жеп, білгендеріңіз істеп отырсыздар. Неше түрлі халыққа қарсы заңдар жасап жатсыздар. Қазақтың осы жердің иесімен ақылдаспай, көптеген байлығы да кетіп жатыр. Халыққа ұнамайтын көптеген әрекеттер болып жатыр. Халықтың мәселесін айтып шырқырап жүрген белсенділердің өзін қамап, сонымен мәселе шешеді деп ойлап отырсыздар. Олай мәселе шешілмейді. Халықтың байлығы,
халыққа тию керек. Халыққа қарсы істеген іс-әрекеттеріңізді осы дүниеде кішкене қалған уақыттарыңызда түзеумен өткізіңіздер. Жасаған қателіктеріңізді бүгіннен бастап өзгертуге тырысыңыздар. Ертең кеш болады. Ертеңгі күні халықтың байлығын, несібесін тонаған жемқорлар, әрқайсыңызға айтамын, жаназаларыңыз шықпайды, бөлек желенесіздер, сіздердің ұл қыздарыңызбен ешкім құдаласпайды. Және де істеген қылмыстарыңыз үшін жауап бересіздер, екі дүниеде жауап бересіздер. Ол ақиқат. Ертең халықты сатқан, халықты тонаған адамдарға үлкен кітап боп жасалады. Ертең күні бәріңіз қара бет боп жасаған қылмыстарыңызбен түгелдей бүткіл тарихта аттарыңыз жазылып тұрады. Қанша ақша жедіңіздер, қанша қазақтың байлығын саттыңыздар, оның бәрі ертең күні бүткіл ұрпақтарыңыз көріп отыратын болады. Ертең күні ұрпақтарыңыз сіздердің аттарыңызды атауға ұялатын болады. Соны ойлаңыздар. Құрметті қазағым, осы жердің иесі қазақ. Әр қазақ бай, қуатты болу керек. Әр қазақ осы дүниеге келгеннен кейін құл болып өмір сүрмей, осы жердің иесіндей бәріміз жақсы өмір сүрейік. Сонымен, құрметті аға бауырлар, сіздерге айтарым, жасаған күнәларыңызды жуып шаюға тырысыңыздар. Ешкім мәңгі өмір сүрмейді. Бұл дүние уақытша. Сол осы уақытша дүниеде кішкене ғана қалған уақыттарыңызды халыққа қызмет жасап, халықтың байлығын қайтарумен айланысыңыздар. Халыққа қызмет жасасаңыздар, ол Құдайға қызмет жасағанмен тең. Халық риза болса, Құдай да риза болады. Осы айтқан кішкене ақиқатым әр қазақтың жүрегіне барады деп ойлаймын. Әр қазақтың рухын өзгертіп, рухын оятып, жеп атқан тоймайтын аға бауырларымыздың кішкене санасын өзгертеді деп ойлаймын. Сәлеммен Ермек Албан бауырларыңыз.